Сәлеметсіңдер ме балалар? Біздің бүгінгі математика сабағына қош келдіңдер. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы нөлдермен аяқталатын сандарды ауызша және жазбаша көбейту, бөлу. Сабақтың мақсаты нөлдермен аяқталатын сандарды көбейту және бөлу тәсілдерін үйренесіңдер. Олай болса, оқулықтарыңыздың 11-ші бетін ашып қойыңыздар. Өткен сабақта айтқанымыздай, Ұлы Жібек жолы әлемдік мәдени мұраның бір бөлігі. Мына картаны өткен сабақта сіздерге көрсеткен болатынмын. Ұлы Жібек жолы ежелгі мәдени орталықтары болған Тараз, Исфиджаб, Шымкент және Түркістан қалалары арқылы өткен. Ендеше номер 1 тапсырмаға назар салайық. Есептеулерді дұрыс орындасаң, суретте қай қаладағы ескерткіш орындары бейнеленгенін білетін боласың. Ендеше тапсырманы орындайық. Жарайсыңдар балалар. Сендер есепті дұрыс орындады деген сенімдемін. Ендеше жауаптарыңның дұрыстығын тексерейік. Жақсы. 6200 бөлінген 100 көбейтілген 10 бұл 620 шығады. Яғни бұл көрініп тұрған біздегі ескерткіш бұл атақты Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Ал 620 бөлінген 10 бөлінген 1 өрнегінің мәні 62. Бұл Тараз қаласындағы Қарахан кесенесі. Ендеше оқулықтарыңызда берілген ережеге назар салайық. Нөлдермен аяқталатын санға ауызша көбейткенде, нөлге көңіл аудармай көбейткен ыңғайлы. Содан соң екі көбейткіште қанша нөл болса, соңына сонша нөл тіркеледі. Мысалы, мінекей 16 мың көбейтілген 2000. Нөлдерге назар салмай 16 мен 2-ні көбейтіп аламыз. Содан кейін барып, қанша нөл болса, сонша нөл тіркейміз. Нөлдермен аяқталатын сандарды жазбаша көбейткенде, нөлдерді есепке алмай, алдымен сандарды көбейтеді. Содан кейін екі көбейткіште қанша нөл бар болса, сонша нөлді шыққан санның соңына тіркейді. Мысалы, мінекей экранда көрсетіліп тұрған үлгіге назар салайық. 230-ды 20-ға көбейткен кезде, 23-ті 2-ге көбейтіп алып, қанша нөл болса, сонша нөлді тіркейміз. Ал 2300-ді 20-ға көбейткенде, 23-ті 2-ге көбейтіп алып, 3 нөлді тіркейміз. Ал нөлдермен аяқталатын санды нөлдермен аяқталатын санға ауызша, яғни қалдықсыз бөлген кезде, алдымен бөлінгіш пен бөлгіштегі нөлдерді теңдей қысқарту керек. Бөлуді содан кейін орындаған ыңғайлы. Бөлінгішке назар салсақ, біздің бөлінгішіміз бұл жерде 6000 саны. 240 мың санды 6000 санға бөлгенде, қанша нөл болса бөлгіштің соңында, бөлінгіштің соңындағы сонша нөлді қысқартамыз. Содан кейін барып бөлу амалын орындаймыз. Сонда 240-ты 6-ға бөлген кезімізде 40 шығады екен. Ендеше бірінші тапсырмаға назар салайық. Бірінші тапсырмада сіздерде нөлдермен аяқталатын сандарды нөлдермен аяқталатын сандарға көбейту және нөлдермен аяқталатын сандарды нөлдермен аяқталатын сандарға бөлу амалдары берілген. Тапсырманы орындаймыз. Дескриптор нөлмен аяқталатын сандардың көбейту және бөлу алгоритмін қолдана алады. Жарайсыздар балалар. Сіздер бұл есепті өте оңай шығарды деген үміттемін. Ендеше есептің жауабын менің жауабыммен тексеріңіздер. 20-ны 800-ге көбейту үшін 2 мен 8-ді көбейтіп алып, мына 3 нөлді тіркейміз. 80-ді 400-ге көбейткен кезімізде 4 пен 8-ді көбейтіп алып, мына
3 нөлді тіркейміз. Ал 1240-қа көбейткен кезімізде 12 мен 4-ті көбейтіп алып, мына 3 нөлді тіркейміз. 2130-ді 30-ға көбейткенде 21-ді 3-ке көбейтіп алып, 3 нөлді тіркейміз. Ал бөлу амалын орындаған кезімізде 9000-ды 300-ге бөлген кезімізде 9-ды 3-ке бөліп алып, ең бірінші бөлгіштің соңындағы 2 нөлге қараймыз. Осы 2 нөлді бөлінгіштің соңынан қысқартамыз. Сонда бізде 90 шығады. Ал 90-ды 3-ке бөлгенде 30 шығады. 12000-ды 300-ге бөлгенде де бөлгіштің соңындағы нөлді қысқартамыз. Және бөлінгіштің соңындағы сонша нөлді қысқартып, амалды орындаймыз. Сонда біздің жауабымыз 40 шығады. Ал 48.000-ды 6000-ға бөлгенде 6000-ның соңындағы нөлдер мен 48.000-ның соңындағы нөлдерді тең қылып қысқартамыз. Сонда 8 шығады. 18.000 мен 6000-ды бөлген кезде 6000-ның соңындағы және 18.000-ның соңындағы нөлдерді қысқартып, амалдарды орындаймыз. Сонда жауабы 3 шығады. Сендер бұл есепті өте жақсы орындады деген сенімдемін. Ендеше келесі тапсырмаға назар салайық. Келесі тапсырма бұл жерде берілген есеп бойынша нөлдермен аяқталатын сандарды бір-біріне жазбаша көбейтуіміз қажет. Ендеше тапсырманы орындаймыз. Жарайсыздар балалар, сіздер бұл тапсырманы өте жақсы орындады деген сенімдемін. 450-ді 300-ге біз ауызша көбейтетін болсақ, онда 45-ті 3-ке көбейтіп алып, 3 нөлді тіркейміз. Ал егер жазбаша көбейтетін болсақ, 45-ті 3-ке көбейтіп, 3 нөлді тіркейміз. Яғни нөлдерге назар салмаймыз. Бүгінгі сабақтан алған білімдеріңізді, тапсырма орындау барысындағы білімдеріңізді жетістік баспалдағы арқылы кері байланыс беріңіздер.